осы жаңғақтың жөтелге пайдалы дегенін естігенсіз бе? Жаңғақтың өз емес, ішіндегі дәнегі емес, бөлген кезде дәл ортасынан шығатын жаңғақтардың арасында тұратын пердешігі жөтелге пайдалы. Оны қалай дайындаймыз? Осы видеода да көрсететін боламын. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазір жөтелдің, тұмаудың көбейген кезі, егер үйлеріңізде осындай жаңғақ болса, болмаса базардағы жаңғақтарда бола береді. Алып, осындай 5-6 жаңғақтың ішінен пердешіктерін жинап алып, сосын оны бөлек ыдысымызға салып қайнатамыз. Қайнатқан кезде қайнағаннан кейін 1-2 минут қана ұстаймыз, болды, дайын болады. Үлкендер күніне 2 рет 100 мг-нан, ал кішкентайлар күніне 50 мг-нан 2 рет ішсе болады. Жөтелін тез айығады, жақсы көмектеседі. Біз өзіміз осылай қайнатып іштік, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Дәмі де бір қатты өзгешеленбейді. Кәдімгі жылы су сияқты іше бересіздер. Балалар да кәдімгі чай сияқты іше береді. Өзінің түсі де чайға ұқсап қып-қызыл болып түседі, осылай әдемі шығады. Ауырмаңыздар достар, сау болыңыздар.